Сіз Тарбағатайдың қызысыз. Анаңыздан ерте айрылдыңыз. Сіз нешеде болдыңыз? Өкінішке орай енді ол бір өмір бақи жүректі ауыртатын нәрсе. Мен мамам 37 жасында дүниеден озды, мен 3 жасымда. Біз 4 қыз, мен үйдің кішісі екем. Менің үлкен әпкем сонда 14 жаста. Сол кісі папам айтқан ғой, мектепке бар, Майра әлі 3-те, қасында 5 жасар әпкем болған, Әсия 5 жаста ғой, ересек қой, қарайды деп өзі таңертең жұмысқа кетеді. Содан әпкем сабаққа барған, сосын бір күні келсе, біз Әсия екеуміз есіктің далада, топырақтың үстінде, жаңағы ол кезде қазіргі арнайы балаларға арналған не бір площадкалар жасап қояды ғой, ауылда ондай жоқ. Топырақ болса топырақ, су болса су. Бізді ұйықтап қаппыз. Соны көргеннен кейін менің сестрам үйге келіп жылап, мен оқымайым. Сон папам ұрсыпты, оқисың, жоғары білім алу керек, мектепке барыңдар. Біз мысалы оқи алмай қалдық. Ол кезде үлкен кісілер оқымаған. Сонда да апайым бой бермей қойып, бізді бақты. Қазір ол кісі 79-ға келеді. Біз сол бір әпкем дүниеден озып кетті. Қалған үшеуміз, сол екеуміз ғой енді әпкеміз. Алақанымызға салып бүйтіп отырамыз. Ол кісіні күтеміз, жақсы көреміз. 79-да. Әкеңіз де ерте қайтты ғой. Иә, өкінішке орай ол кісі сол мамам қайтқаннан кейін давлениесі көтерілетін болды. Үнемі уайымдайды. Бізді далаға жұмыс, ол кісі жылқышы болды. Жылқыға кетіп, таңертең кетеді, кешке келеді. Сонда бізді ойлайды, ылғи ойлап жүрді. Содан ба қан қысымы көтеріліп, ұйықтап жаққанда 59 жасында ол кісі кетіп қалды. Біз бірақ сол үлкен әпкеміздің арқасында біз жетімдікті сезінген жоқпыз. Сабақты неге екенін білмей бәріміз сабақ жақсы оқыдық. Үш әпкем Сәния жаңа қайтыс болып кеткен. Математик болды. Біз де жақсы бітірдік. Үнемі сабағымызды 5-ке оқитынбыз. Солай өстік.